Жалынды сәлем. Жақында Шавкат бауырымыз UFC-да өзінің келесі бойын өткізеді. Оның қарсыласы Стивен Томпсон болады. Оны Вандербой деп те атайды. Шавкаттың бұрынғы бойларын көрген адамдар біледі, оның жекпе-жекте әлсіз жерлер жоқ. Демек ол стойкада да, күресте де өзін жақсы көрсетеді. Оның рекорды нағыз ММА боецке лайық, себебі тең жартысы нокаутпен, қалған жарты фиништері сабмишнмен аяқталған. Бұл статистика оның жан-жақты боец екенін көрсетеді. Оның октагонға шығуы нағыз шоу басталуының белгісі. Сондықтан да UFC-да соншама бонустар алып келе жатыр. Ал Вандербойға келсек, оның ең мықты жағы ол әрине стойка. Себебі ол өзінің спорт карьерасын каратэмен бастаған. Оның соққылар өте ерекше, нокауттық қуаты бар. Аяқпен де қолмен мықты соққылар жасайды. UFC-да өте көп хайлайттары бар. Бірақ Шавкатқа қарағанда күресі жоқ десе болады. Сондықтан да менің ойымша ең алдымен Рахмонов оны партерге құлатуға тырысады. Қалайда болса Томпсон мықты қарсыластық көрсете алмайды деуге болмайды. Себебі ол UFC ветераны. Қанша жыл бойы ең жоғары деңгейде өнер көрсетіп келе жатыр. Тәжірибесі мол, соққысы мықты, сондықтан да абай болу керек. Проходной боец деп айтуға тілің бармайды. Сонда да Шавкаттың жаңа әдемі финишін күтудеміз. Онымен бүкіл ММА эксперттер келіседі. Себебі Шавкат Рахмонов нағыз чемпиондық деңгейде жекпе-жектер көрсетуде. Ескерте кетейін, бұл картта UFC 296 тағы күшті бой болады. Оның біреуі Шавкаттың салмағындағы чемпион Леон Эдвардс пен Колби Ковингтон. Екеуі де өте мықты топ боецтер. Осы екеуінің біреуі біздің Рахмоновқа қарсы пояс защитасын жасауы мүмкін. Сондықтан да бұл мейн ивентті өткізіп алмаңыздар. Лайк және комментарий жазсаңыз, бұл каналды жақсы дамытып жібереді. Барыңызға рахмет, сәттілік.